Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі кететін тақырыбымыз бірінші тарау қалың елім қазағым. Сабақтың тақырыбы Абайдың шығармашылығы. Оқу мақсаты көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы шығармашылық жұмыс жазу. Күтілетін нәтиже Абайдың 175 жылдығына орай көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы шығармашылық жұмыс жазады. Абайдың шығармашылығына тоқталсақ, Абай Ибрахим Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы. Ол қазақ мәдениетін жаңғыртуды көздеген реформатор ретінде артына айтулы әдеби мұра қалдырды. Абайдың өміріне көз жүгіртсек, медресенің ауыр тәрбиесінде жүрген жас шәкірт Науаи, Сағди, Қожа Хафиз, Физули сияқты ақындарды шынайы құрметтеп үлгі тұтқан. Бұлардың сөздерін Абай бері келіп ұлғайған уақытына шейін тастамаған. Алғашқы өлеңдерін араб, парсы тілдерінде жазған. Абай ақын. Абайдың ақындығы жастайынан басталған. Әліпбимен басталған тілек хат, сап-сап көңілім, болыс болды мінекей, болды да партия, бөтен елде бар болса, қалың елім қазағым сияқты көптеген өлеңдерде елінің жағымсыз қылықтары мінеді. Абайдың артына қалдырған көптеген лирикалық өлеңдері, поэмалары, қара сөздері, өсиет өлеңдері бар. Абай және оның достарына келетін болсақ, Абайдың жасы 30-дан асқан соң, бұрынғы азды көпті білімін есіне түсіріп, орыстың тілін мықтап оқиды. Қалада жатып едәуір тіл білген соң, енді көп кітап оқуға кіріседі. Күндегі өміріндегі кітап үлкен орын алады. Қысқа айларда бір жағынан ел басқару жұмысымен айналысады, екінші жағынан Семей қалалық кітапханасында өзі ізденіп, ұзақ уақыт кітап оқитын болады. Осындай ізденіс үстінде Семейдегі кітапханада Петербордан айдалып келген төңкерісшіл, халықшыл Михайловпен танысады. Абай ойшыл ақын. 40 жастан асқан Абай бұрынғы күйге үйлескісі келмей, заманның ортасынан озып шығып, сыншы, ұстаз, ақын, данышпан болуға айланады. Күндегі өмірдің талқысымен шырмауынан шыға алмай, ел басқару ісімен де айналысады. Абай 1884-85 жылдары жасымда ғылым бар деп ескермедім. Ақтаған ақ күмістей кең маңдайлы деген сияқты бір-екі өлең жазса, 1886 жылы Абайдың нағыз ақындыққа шынымен бой беріп, көп үңіле бастағаны байқалады. Бұл жылы 16-17 өлең шығарады. Бірақ бұл жылдарға дейін Абай өлеңдері жазса да өз атымен жазбай, ылғи Көкбай атынан өлең жазады. 1885-86 жылдары Абай Пушкин, Лермонтовтың бірен-саран өлеңдерін қазақша аударады. Абайдың ақындық мектебіне келетін болсақ, Абайдан тәлім-тәрбие көрген ақындардың шығармашылық ортасы туралы қазақ әдебиетінде ең алғаш Мұхтар Әуезов зерттеуі ретінде қалыптасты. Ол зерттеу еңбектерімен де көркем шығармадағы бейнелерін суреттеп жеткізумен де Абайдың шәкірттерін танудың жолдарын қарастырды. Абайдың айналасындағы ақындарын ауызға алғанда алдымен Көкбай есім аталады. Тағы да шәкірті Шәкәрім болды. Абайдың ақындық мектебін Ақылбай мен Мағауияны әріп Тәңірбергенұлын айтуға болады. Абайдың өлеңмен қатар аудармашылығы да басым. Оған жаңа біраз тоқталып өттік. Енді Абай шығармаларын зерттелуіне келетін болсақ,
Абай шығармаларын зерттеп, зерделеп, ғылыми тұрғыдан біртіндеп ашу әрекеті қазақ әдебиетінде 50-ші жылдардан бастау болады. Абайдың өмірі мен шығармашылығы жөнінде өнімді еңбектер Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Кәкітай Ысқақұлы, Міржақып Дулатов, Ілияс Жансүгіров, Құдайберген Жұбанов, міне осындай қайраткерлер зерттеу еңбектерін, мақалаларын атауға болады. Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатовтың ғылыми мақалаларын жазу барысында белгілі Алаш көсемі, қоғам қайраткері, Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейхановтың пікірін негізге алады. Енді Абайдың жалпы шығармашылығы туралы айтып өттік. Осы Абайдың шығармашылығы туралы талқылау барысында 14-ші беттен бастап Абайдың шығармашылығына қарапайымнан күрделіге қарай бірнеше тапсырмалар берілген. Кітапты міне осыған назар аударыңдар. Осы тапсырма арқылы сендердің білімдерің беки түседі. Міндетті түрде тапсырмамен жұмыс жасаңдар. Кері байланыстың тапсырмасы 14-ші бетте бірінші тапсырма. Абайдың әкесі Құнанбайдың тарихтағы орны туралы айтып беріңдер. Абайдың тұлға болып қалыптасуына Құнанбай қандай бағдар берді? Мұны дәптерлеріңе түсіріңдер. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін бұны күнделік кезекке немесе электронды почтаға, күнделік кезекке жібере алмаса, телеграмдағы нөмірімді жазып отырмын. Айым міне осыған жіберуіңе болады. Сонда кері байланыстың тапсырмасы Абайдың әкесі Құнанбайдың тарихтағы орны туралы айтып бересіңдер. Абайдың тұлға болып қалыптасуында Құнанбай қандай бағыт-бағдар берді? Осыны дәптерлеріңе 5-6 сөйлеммен түсіріп, кері байланыстың тапсырмасын орындап жүресіңдер. Сабақ аяқталды. Айым жақсы, сау саламатта болайық.